Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін самсаның ішінде ерекшесі және оңай дайындалатын кесе самсаның дайындалу жолын көрсетемін. Ол үшін електен өткізілген ұнға тұз салып, еріген сары май қосып, содан соң су қосып, жақсылап араластырып тестелейміз. Тестімізді жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Сол кезде начинкасын дайындауға кірісеміз. Алдымен етті үлкен емес етіп көбейіп етіп тураймыз. Содан соң помидорды да дәл солай тураймыз. Содан соң картопты да дәл солай үлкен емес етіп көбейіп етіп турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, паприка саламыз. Содан соң өзіңізге ұнаған кептірілген немесе свежий шөптен салсаңыз болады. Мен кептірілген укроп қостым. Содан соң оның үстінен ұсақталған сарымсақ қостым. Негізі пияз қоссаңыздар да болады, бірақ мен қоспадым. Сосын барлығын араластырып қоямыз. Тестіміз дайын болды. 2 бөлікке бөлеміз және 2 бөлікке бөлеміз. Кішкене бөлігін әсемдеу үшін алып қаламыз, ал үлкен бөлігін жайма етіп жаямыз. Кесенің ішіне орналастырып, үстіне начинкасын саламыз. Содан соң бетіне сары май саламыз. Қамырларды біріктіріп, жақсылап түйеміз. Начинкасы шығып кетпеу керек пісу кезінде. Сосын осылай бетін әсемдеп қоямыз. Мына жер енді түсінікті шығар деп ойлаймын. Содан соң жұмыртқа жағамыз бетінен. Міне осымен кесе самса дайын. Дәмі тандыр самсаның дәміне ұқсайды. Наны қытырлақ керемет болып шығады. Начинкасы сочный. Дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Келесі кездескенше